Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге қайтарымсыз грантқа бизнес жоспар құруды үйрететін боламын. Менің ақпаратым пайдалы болса, каналыма подписация етуді ұмытпаймыз. Бастайық. Мен толтырып дайындап қойдым. Сіздер үшін енді әр тарауын түсіндіріп өтемін. Бірінші бетте біз өзіміздің мекенжайымызды толтырамыз. Бизнес жобаның атауын, жобаның бастамашысының аты жөнін толық енгіземіз. Екінші бетте бірінші тарау бойынша түсіндіремін. Жоба бастамашының аты жөнін толтырамыз толық, ЖСН-ін, байланыс номерін, тұрғын үй мекенжайын, толық мекенжайын толтырып шығамыз осылай. Одан кейінгі бөлімде бастамашының ұйымдық құқықтық мәртебесі бойынша жеке кәсіпкер ма немесе бірыңғай жиынтық төлеуші ма, жұмыссыз ба, соны толық көрсететін боламыз. Жұмыспен қамтылу санатын. Тіркелген жұмыссыз бізде. Заңды мекенжайын жазамыз. Егер сіз жеке кәсіпкер болсаңыз, жеке кәсіпкерліктің мекенжайын жазасыз. Менде өзімнің тұрғылықты жерімді жазатын боламын, себебі жұмыссызбын. Бұл кәсіпкерлікте қызмет тәжірибесін сұрап тұр. Менде 2 жыл жалдамалы жұмысшы болып жұмыс жасағанмын осы тәттілер пісіру бойынша. Одан кейін отбасы жағдайы мен еңбекке жарамсыз балалардың санын жазамыз. Тұрмыстамын, 4 балам бар, жастарын жақшаның ішіне жазып қоямын осылай. Мінекей бірінші тарау бітті. Екінші тарауда біз бизнес жобаның мақсатын көрсетеміз. Бір сөйлеммен. Кондитер өнімдерін өндіру арқылы табыс табу. Үшінші тарау. Жоба туралы қысқаша ақпарат береміз. Өзіңіз өндіретін өнім қай өнеркәсіпті дамытуға үлес қосады, соны жазсаңыз болады. Төртінші тарау. Төртінші тарауда біз бизнес жобаны іске асыру үшін қажетті тауарлардың, қызметтердің тізбесін толтырып шығатын боламыз. Менде 3 түрлі құрал жабдық аламын. Толық атын және де моделін, қай фирмадан аласыз, соны жазатын боласыз. Мысалы, холодильник LG, миксер Bosch FV711 маркалы деп жазып шықсаңыз болады. Оның санын, бағасын, барлық сомасын және гранттық қаражат есебінде қаншасын жаратасыз, соны бөліп жазасыз. 1.225.203 теңгеден аспау керек. 400 айлық есептік көрсеткіш бойынша. Келесі 5-ші тарауда көрсетілетін қызметтердің өткізілетін өнімнің бағасын жазамыз. Менде 3 өнім өндіремін деп жоспарлап отырмын. Микс торт, пахлава және мерекелік торттар. Оның бағасын жазамыз. Енді 6-шы тарауда жоғарыда көрсетілген бағаларды ескере отырып, айына қанша табыс табатыныңызды көрсететін боласыз. Мысалы, микс торттың бағасын және айына қанша өндіре аласыз. Мен 7 дана өндіре аламын деп жоспарлап отырмын. Осы бағасы мен көлемін көбейтіп, айлық табысқа шығаратын боламыз. Барлығы менде 3 өнім бойынша 405.000 айына табыс табамын деп жоспарлап отырмын. Енді 7-ші тарау. 7-ші тарауда пайда болжамын көрсетеміз. Яғни сіз күнтізбелік жыл үшін, грант алған жыл, келесі жыл, одан кейінгі жыл үшін 3 жылға қарастырып жазатын боласыз. Менде кіріс кондитерлік тәттілер үшін грант алған жылы, мысалы қазіргі таңда қазан айы, мен грантты қазан айында алсам, бизнесімді қараша және желтоқсан айларында жүргізетін болсам, 2 айға есептеп жазатын боламын. Мінекей айлық табысымды 2 айға көбейтіп жазамын. Дәл солай өзіндік құнын, коммуналдық шығындарды, жалдау ақысын, амортизациялық шығындар, міндетті зейнетақы жарнасы, әлеуметтік аударым, мәмс, жеке табыс салығы барлығын тек 2 айға ғана есептеп жазатын боламын. Бұл грант алған жыл бойынша осылай есептеледі. Келесі жылда мен 12 айға көбейтіп есептейтін боламын. Сонымен қатар астында формула тұр, жалпы кірістен шығысты алғанда пайда формуласы бойынша есептеледі. Міне,
Мысалы, менде жалпы кірісім 910 мың болса, шығыным 514 мың құрап отыр. Кірістен шығынды аламыз, сол кезде таза пайдамыз шығады. Астына осы кіріс шығындар бойынша толық мәлімет түсініктемелерді жазып шықсақ болады. 8-ші тарауда біз нарықтағы жағдай мен бәсекелестер бойы толтырамыз. Мысалы, мен өнімімді қайда сатамын, кімге сатамын деген сияқты. Мысалы, мен микс торт сату үшін алдын ала Мирас дүкенімен келісіп қойдым. Оның телефон номерін жазамын, адрес жазамыз, қай жерде. Оны қандай техникалық талаптарға сәйкес болу керек, ол. Мен қорап күйінде өткізсем, қорапта деп жазып қоямын. Сіздің аймағыңызда ұқсас өнімдер бойынша бәсекелестер бар ма дейді. Мысалы, дүкендерде ладушки тәттілерін сатады. Ол сізге бәсекелес бола алады. Алайда қазіргі таңда қолдан пісірілетін тәттілерге сұраныс көп. Сол себептен мен өнімім өтпей қалады деген қорқыныш болмайды. Соны жазып қоямыз. Келесі 9-ші тарауда әлеуетті тұтынушыларды талдау. Сіздің аймағыңызда бір әлеуетті тұтынушының орташа айлық табысын жазамыз. Менде 250 мың десем, аудан көлемінде. Сіз есептеулеріңіз бойынша бір сатып алушы үшін қанша тауар сата аласыз деп тұр. 10 өнім деп көрсеттім мен. Тауарлар мен қызметтерді сатып алу көлемін және сіздің әлеуетті тұтынушыңыздың орташа айлық табысын есептеу қандай деректерге негізделген деп. Мен Статкоп порталы арқылы статистикалық деректер негізінде жасадым. Осылай жазып қоямыз. Қандай тауарлар, қызметтер бәсекелес болып табылады? Әрине, кондитер тәттілері маған бәсекелес болады. Келесі тарауымыз 10-ші тарау әлеуетті клиенттермен өзара әрекеттесу арналары дейді. Бұл жерде сату нүктеңіздің орналасқан жерін, неліктен сіз өз бизнесіңіз дәл осы орынды таңдадыңыз деп бірнеше себептерін жазсаңыз болады. Мен қысқаша ғана мен тұрғылықты жерім аудан орталығы болғандықтан өніміме сұраныс көп деп жаздым. Өзіме ыңғайлы, тұрғылықты жерімнен сатуда жеткізіп беру қызметі де қоса берсеңіз болады, өзіңіз қалаған нұсқаларыңызды. Келесі, клиенттер сіздің өнімдеріңіз немесе қызметтеріңіз туралы қалай біледі дейді. Әлеуметтік желілер арқылы, ауыл тұрғындары арқылы. Олар сізбен қалай байланыс алады? Байланыс нөмірімді қалдырып отырамын әрқашан. Байланыс нөмірім арқылы деп жазып қоямын. Келесі тарау, 11-ші тарау, бизнес жоба туралы қосымша ақпарат. Сізде шикізат пен материалдарды қайда сатып алатын өнім берушілер бар ма дейді. Менде өте ыңғайлы, көтерме сауда орындарынан алатын боламын. Осылай жазып қоясыз. Немесе сіз егер мысалы бұл бизнес емес, басқа бизнес болса, мысалы мал шаруашылығымен айналысатын болсаңыз, сіз бір шаруа қожалықпен осылай шөп сатып алуды келісіп қойдым деп жазсаңыз болады. Келесі, сіздің бәсекелестік артықшылығыңыз қандай дейді. Және сіздің тұтынушыларыңыз бұл туралы қалай біледі. Сіздің бизнесіңіз бәсекелестік артықшылығыңыз сипаттаңыз. Менің бәсекелестердің артықшылығым жеткізіп беру қызметін тегін және тұрақты тұтынушыларыма әрқашан жеңілдік жасап тұрамын деп жазып қойсам болады. Бизнес жоспар осымен аяқталды. Сіздерге бизнес план түсінікті болса және басқа да қандай тақырыптар бойынша көргіңіз келсе, комментарий қалдырып, каналыма подписаться етіп қойсаңыз болады. Тыңдағандарыңызға рахмет.